Жақындастар, мен сіздермен қазіргі таңда хит болып жатқан торттың сырты гүлмен қапталған және де коронамен безендірілген торттың қалай жасалу керектігін және де бұл торттың іші шоколадный торттың да рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін көріңіздер, менің арнама жазыла кетіңіздер. Алдымен бисквитімізді дайындайтын боламыз. Ұн, какао, разрыхлительді қосып, яғни құрғақ қоспаларды өзара қосып араластырып, және де оны ситадан өткізіп алатын боламыз. Міндетті түрде жақсылап араластырып, ситадан өткізіп алу керек, себебі бисквит көтерілмей қалуы мүмкін. Және де бөлме температурасындағы жұмыртқа, қантты 2-3-ке бөліп араластыратын боламыз, яғни миксерлеп тұрып, қантты салатын боламыз. Шым-шым тұз салуды ұмытпаймыз, себебі массаның көтерілуіне әсер етеді, және де планетарный миксер болса, осылай төменгі режимнен жоғарғы режимге дейін араластыратын боламыз, яғни қантты салу арқылы. Сол арада құрғақ қоспаларды ситадан өткізіп алдым. Массамыз үлкен болу керек, яғни 2 есе көлемде, және де аппақ көпіршіктену керек. Осылай дәл видеодағыдай болу керек, және де планетарный миксер болса, соңғы төменгі режимге қою арқылы, яғни қасықтап біз құрғақ қоспаларды салатын боламыз. Болмаса, сізде қол миксер болса, осылай жай қосып, яғни лопатаның көмегімен ғана араластыра аласыз. Примерно 245-тен айналды грамдары. Міндетті түрде граммен өлшесеңіздер, бисквиттеріңіз біркелкі болып шығады. Қызып тұрған пеште, конвекция режимінде, болмаса астыңғы режимде 150 градуста пісіріп алатын боламыз. Бисквиттеріміз өте көтеріліп піседі. Мінекей, примерно 20-25 минутта пісті. Осылай шпажканың көмегімен піскенін көреміз, яғни жабысып қалмау керек. Мінекей, пергаментке салғанында ыңғайлы, жан-жағына құйылып, ағылып кеткен жоқ. Осылай суған кезде бары формадан шығарып аламыз. Бисквиттеріміздің көтеріліп кеткен жерлерін осылай ара тәріздес пышақпен кесіп алатын боламыз. Сол кезде торттарымыз теп-тегіс жиналады. Және де пропитка кезінде жақсы сіңетін болады. Кремге қосатын шоколадымызды дайындап алатын боламыз. Менде темный шоколад және де сливкимен микроволновкада 10 секунд сайын араластырып тұру міндетті. Осындай болады, міне 10 секундтан кейін. Осылай міндетті түрде астыңғы үстіңге араластырып аламыз. Және де кремімізді дайындай береміз. Салқын түрде 33% сливки, және де крем чиз немесе творожный сыр, сахарная пудра үшеуін қосып миксерлейтін боламыз. Бұл жерде де жылдамдығын төменгі режимнен жоғары режимге жаймен көтеріп отырамыз, креміміз қоюланғанша. Бізде шоколадный торт болғандықтан міндетті түрде сапалы какао саламыз, және де темный шоколад ертіп алған. Міндетті түрде салқын болу керек. Бағана ертіп алғанымыз ыстық болмасын, себебі кремдеріңіз іріп кететін болады. Бұны да бір рет араластырып аламыз жақсылап. Өте керемет крем шығады. Өте дәмді, яғни бисквитіміз шоколад, кремімізді шоколадный болғандықтан өте керемет торт болып шығады. Прага тортқа ұқсайды. Енді сиропымызды дайындаймыз. Қантқа қайнаған суды құйып, жақсылап араластырып ертіп алатын боламыз. Бұны бисквитке құямыз. Міндетті түрде осының барлығы кетеді. Сол кезде тортымыз сочный болып шығады. Енді бізде подложка 28 диаметрлік, астына крем жағып аламыз, чтобы
жылжымас үшін. Енді кремімізді үшке бөліп аламыз. Кондитерский мешокқа салғанға маған ыңғайлы. Кремімізді үшке бөліп, яғни есептеп аламыз граммен. Осылай дайындап қойып, мінекей сиропымызды сеуіп, кремімізді дәл видеодағыдай жағып шығамыз. Мінекей арасында ашылып қалған жерлерге қалған кремдердің барлығын жағып тегістеп аламыз. Менде ацетатный бумага, яғни міндетті түрде керек. Сол кезде тортыңыз тегіс болады. Сыртына кольцомызды кигізіп, үстіне осылай картоп езгішпен бір тегіс қылып басып алсаңыздар, торттан теп-тегіс болып шығады. Барлығы осы торттың жиналуына байланысты. Пищевой пленка немесе мешокты кигізіп, морозильникке немесе холодильникке кемі 6 сағат салып аламыз. Енді тортымыздың кремінің сыртын дайындаймыз. Бұл жерде крем чизімінде және де еріген сармай, яғни еріген дегенде бөлме температурасы міндетті, ситадан өткізген сахарная пудра. Үшеуін біріктіріп аламыз, яғни миксерлеп аламыз. Қоюланғанша өте көп миксерлеудің қажеті жоқ, сұйылып кетуі мүмкін. Мінекей енді бірінші біз тортымыздың сыртын черновой вариантта қаптап аламыз. Себебі қара торт бұл. Барлығын сразу боясақ, ішіндегі крошкалары кремді қырғып көрсетуі мүмкін. Сондықтан міндетті түрде осылай черновой вариантта жағып, морозильникке немесе холодильникке қатырып аламыз. Кешірім өтінемін, бұл жерде видео кішкене дұрыс көрсетілмей қалыпты, яғни шетке тұрып қалыппын. Барлықтарыңызға түсінікті деп ойлаймын. Міндетті түрде осылай черновой вариантты теп-тегіс қылып жағып аламыз. Мінекей морозильникке примерно 20-30 минутқа салып алдым. Қалған бөлігін примерно 150 грамдай осылай қызыл түске бояп аламыз. Бізде қызыл торт қой. Бізде торттың сыртын гүлмен қаптасақ та міндетті түрде қызылмен бояп алуымыз керек. Осылай қызыл түсті шығарып алдық. Менде топ-декор жидкий. Осылай шығарып алғаннан кейін бізде 3 роза кетті, яғни 2 килограммдық тортқа 3 роза жеткілікті болды. Осылай лепестоктарын алып, жуып, кептіріп аламыз. Тортымыз қатып тұрды. Менде морозильникте тұрды 20 минуттай, міне қатты болып тұрды. Сол кезде араласпайды. Қатып тұрған тортты тез арада часовой вариантын жағып шығамыз. Өздеріңізге ыңғайлы способта жағып алсаңыздар болады. Мінекей мен барлығына кремді жағып, спатуланың көмегімен шпательмен тегістеп шығамын. Тортымыз дайын болды. Шеттерін тазалап аламыз. Енді розаларымызды, раушан гүлдеріміздің лепестоктарын жапсыратын боламыз. Бізде су болмау керек. Кептірілген салфеткамен сүртіп аламыз. Бұл жерде мен просто кремнің үстін жапсырып жатырмын. Негізі жабысады. Болмаса сіздер қорықсаңыздар, пищевой гельдер бар ғой. Соны жақсаңыздар болады, яғни. Осылай барлығын әдемілеп қаптап шықтым. Дәл видеодағыдай өте әдемі торт болып шығады. Яғни 3D вариантта. Енді коронамыз, бұл жерде корона спирттап тазалап алдым. Осылай формасын шығарып аламыз да. Менде сахарная картинканың асты болады ғой. Сондай мынандай
қалай айтсам болады, ацетатный бумага сияқты пленканы кесіп аламыз. Дәл коронаның формасын қылып, және де ортасында кестім, себебі бір свечи салғанға. Осылай кесіп алып, тортқа жабыстырып, коронамызды кигіземіз. Ортаға себетін блескіміз, яғни үрлеген кезде шашырау керек. Аз мөлшерде емес, барынша көп мөлшерде салсаңыздар, видео түсірілгенде әдемі болып көрінеді. Индивидуалды топер. Ең қызығы, бұл жерде Наргиз 16 жасынан бастап анасы маған заказ береді екен. Мінекей қызым 20 жасқа толып жатыр. Өте әдемі торт болды. Міндетті түрде менің арнама жазылып, сұрақтарыңызды комментарияға жазсаңыздар болады.